Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қиярды қысқа сақтау әдісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен барлық қиярларымызды салқын суға жақсылап жуып алатын боламыз. Енді осылай қиярымыздың екі шетін алып тастаймыз. Таза суға салқын. Осылай барлығын 4-5 сағатқа қойып қоятын боламыз. 4-5 сағаттан соң дәл осылай көбіршіктеніп судың беті қиярдағы қажет еместің барлығы осылай суға шығатын болады. Қиярларымыздың барлығы дайын. Енді 1 литрлік банкілерімізді 10 минуттан стерилизовать етіп алдым. Ең бірінші осылай укропымызды саламыз және қиярларымызды қалауыңыз бойынша осындай болгар бұрыштарында салсаңыз болады. Барлық қиярымызды осылай орналастырамыз. Нығыздап орналастырғандарыңыз үшін енді 1 литрге осындай 2 тістен ғана сарымсағымызды, лавр жапырағын салатын боламыз. Және үстінен түйіршіктелген қара бұрышымызды салатын боламыз. Мен барлығын алдын ала осылай дайындап аламын. Осылай бетін жауып дайындап қоямыз. Және қайнап тұрған суды құятын боламыз. 15-20 минутқа осылай қалдыратын боламыз. Барлығына қайнап тұрған суды құйып, осылай 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен соң осындай арнайы крышкамен барлық суын төгіп тастайтын боламыз. Осылай төңкеріп, барлығын төгіп, тағы да екінші рет қайнаған су құйып шығатын боламыз. Достар, сіздерді дәл осылай дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ешқандай банкілеріңіз атылмайды. Өте сенімді. Осылай екінші ретте ол суды төгіп тастайтын боламыз. Барлық суын төгіп болғаннан соң осылай бізге енді жабатын боламыз. Ол үшін бізге қант, тұз және аспирин қажет. Және суымыз міндетті түрде осылай қайнап тұрған дұрыс. Осылай 1 ас қасықтан салып шығатын боламыз. Және 1 аспирин салатын боламыз. Қайнап тұрған суымызды құйып, банкілерімізді жаба бастаймыз. Егер сіз 2 литрлік банкіге дайындайтын болсаңыз, 2 ас қасықтан салатын боламыз. Және 2 аспирин салатын боламыз оғанда. Осылай барлығын жақсылап бекітіп, осылай тексеріп алатын боламыз. Осылай төңкеріп, 1 түнге қалдыратын боламыз. Осылай үстінен плитпен орап қойсаңыз да болады. Достар, видеом ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда әртүрлі салат рецептерімен бөлісетін боламын. Дайындап көріңіз, ас болсын.